сіздермен, құрметті көрермендер. Бүгін бізде екінші шығарылым ұстаз үні атты подкастымыздың. Және біздің бүгінгі қонағымыз мектебіміздің қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі Сатанбаева Ерке Төлендіқызы. Және біздің шығарылымның басты авторының бірі Әлбетбекова Әсел Әбубәкірқызы және мен Телғожа Гаухар Нұрланқызы. Бүгінгі подкастымызды бастайық. Апай, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Қалай өтуде? Жақсы. Біз Ерке апайды қанша апта сұрап алдық еді сізді? 3 апта күттік па? Аллаға шүкір. Ерке апаймен ғылыми бағытта, ғылыми түсіндірме арқылы өткізгіміз келген. Ал осы жолы біз көркем әдебиет арқылы ұлтты, қоғамды, оқушыны болса да тәрбиелеу, сол рөлі, қоғамдағы әдебиеттің рөліне көбірек көңіл бөлгіміз келді. Сол ең алғашқы сұрағымыз осы жайында болса, қазақ жалпы әдебиеттің, көркем әдебиеттің қоғамдағы рөлі қандай, маңызы қандай? Әдебиет деген терең нәрсе ғой. Кезінде біз Казгуде оқуға түскен кезде, мен Казгудың филология факультетін бітіргем. Сол кезде бізде академик, білесіздер, жазушы Зейнолла Қабдолов деген кісі. Зейнолла Қабдоловтың өзі Мұхтар Әуезовтің шәкірті, Мұхтар Әуезовтің тікелей шәкірті. Сол кезде Қабдолов бізге сабақ берген. Сол кезде Қабдолов айтатын, бірінші кірген күні, жаңағы дәріс залына бірінші кірген күні Қабдоловтың ең бірінші сөзі әдебиет ардың ісі. Егер де сенің бойыңда ұятың болмаса, немесе бір өмірге деген көркемдік көзқарасың болмаса, залдан шыға ғой дегенді. Сонда бұл енді әдебиет деген шын мәнінде біз әдебиет деген не деген кезде ең бірінші Қабдоловтың алдынан шыққан шәкірттердің ойына әдебиет ардың ісі деген сөз түседі. Шын мәнінде әдебиет ардың ісі. Себебі әдебиет тазалық, әдебиет көркемдік. Егер қоғамда әдебиет болмайтын болса, көркемдік болмайтын болса, мен ойлаймын қоғамда жауыздық көп болатын еді деп. Себебі адамды мейірімділікке, жаңағындай бір сұлулыққа тәрбиелейтін ол міндетті түрде әдебиет. Себебі жан жақтан біздің жас ұрпақтың алатын ақпараты өте көп. Өте көп. Мысалға кезінде сіздер, біздер алатын ақпарат жоқ. Біздің жан дүниемізге, рухымызға бір нәрсе қажет болған кезде біз міндетті түрде кітапхананы аралайтынбыз. Өзіміздің жанымызға жақын шығармаларды алып оқитынбыз. Ал қазіргі ұрпақ үшін ол бір қажеттілік, мұқтаждық емес. Себебі қазір адамдар неге рухани жалаңаш? Себебі олар жан жақтан оларға келетін жалаң ақпараттар көп. Сол жалаң ақпараттардың аясында біздің ұрпақ өсіп келе жатыр ғой, ең бір өкіндіретін нәрсе. Сондықтан жаңағы оқушылардың әдебиетке деген қызығушылығы. Қазір мысалға бірнеше бет бізде көбінесе 9-шы, 10-шы, 11-ші кластарда повестерден, романдардан үзінді келеді. Бірінші бала ананың бетін көреді де, апай бәлем бет екен ғой, біз мынаны оқымай қояқшы, біз бұны қашан оқып бітіреміз дейді. Мен айтам, бұл бізге бірнеше сағатқа берілген. Біз бұны сонша сағаттың ішінде бітіреміз, уайымдамаңдар деймін. Сонда бірінші бала неден қорқады? Бірінші бала қазіргі мына ақпарат көп болғандықтан сондай бір ананың ішінде де сондай бір ақпараттың көптігінен қорқатын сияқты меніңше. Сонда айтам, бұл сендердің күнделікті жан жақтан алып жүрген бір қажетті, қажетсіз ақпараттарың емес. Сендер бірінші бұны оқып бастаңдар, содан кейін оның ішіне кіріп кеткеннен кейін оның бетін санауға сендердің шамаларың келмей қалады деймін. Мүлдем сұранысы көп кетті ол кітаптың. Меніңше, сіздің ойыңызды білесіз. Енді былай ғой, жаңа мен айтып отырғаным, бізде көркем шығарманы оқитын балалардың саны күннен күнге кеміп бара жатыр да. Енді көп адамдар мына оқығаннан гөрі көргенді көңілдеріне көп тиеді. Енді бұл жерде қуанбасақ, мен оған ешқандай қарсы пікірім жоқ. Себебі тым болмағанда бала оқымаған дүниесін ананы көріп отырып есінде сақтайды. Ол жердегі кейіпкерлерді, ол жердегі оқиғаны, ол жердегі қоғамның шындығын бала есіне сақтайды. Сондықтан да
ол жағына менің көзқарасым өте жақсы. Бірақ енді мен бұл нәрсеге келісе алмаймын. Қазір бізде жеңілген олар өте көп қой. Біздің қазақ әдебиетінде киноға сұранып тұрған көркем шығармалар көп. Көп. Сондықтан да солардың бәрін жаңағы болмаған балалық шақ сияқты олардың бәрін экранизацияласа, мысалға экранға шығаратын болса, онда біздің жастар түзелетін еді. Сол кезде барып жастардың әдебиетке деген көзқарасы, көркем шығармаға деген көзқарасы одан әрі қарай махаббат артатын еді, ана киноны көргеннен кейін да. Сондықтан енді меніңше бүгінгі режиссерлар тақырып іздемей-ақ, алыстан тақырып іздемей-ақ біздің көркем әдебиетке келе салсын. Кез келген қазақ әдебиетінде Әуезовте де бар, ол Мүсіреповте де бар, Дулат Исабековтың қаншама шығармасы мысалға киноға сұранып тұр. Сондықтан да алыстан тақырып іздеп, басқаша бір жалаң дүниені балаларға елдің көңілін көтеру үшін деген сияқты оны іздегенше, одан да біздің көркем әдебиетке режиссерлар келетін болса, немесе болашақта осы біздің мектептен сондай бір режиссерлар шығатын болса, құлақ қағыс, көркем әдебиетте киноға сұранып тұрған көркем шығармалар өте көп. Сол арқылы әлемдік деңгейге де жетуіміз мүмкін. Әлемдік деңгейге де жетуіміз мүмкін. Кезінде мысалға Абай жол арқылы, біз Абай арқылы әлем қазақтар таныды ғой, Әуезовті таныды, Абайды таныды. Абайды танығаннан кейін барып, кейбір мемлекеттерде жердің бетінде осындай қазақ деген мәдениеті жоғары ұлт бар екен деп сол кезде барып қызығушылық танытты ғой. Содан кейін барып олар жан-жақтан іздеп келе бастады. Мысалға оны былай байланыстыратын болсақ, қазіргі туристердің артып келуіне бірінші көркем әдебиет, айтып отырмын ғой, көркем әдебиет кез келген жерде, кез келген салада ол өзінің қызметін көрсете алады. Мысалға көркем шығармадағы бір шығарманы ұлпанға кино түсірейік, сол ұлпанды бір-екі мемлекетке таратайық, сол арқылы ұлпанға деген, жаңағы киноға деген қызығушылық арқылы ұлтқа деген қызығушылық туындайды. Содан кейін барып біздің туризм әрі қарай артады мысалға. Мен мына жағынан алып келгім келеді. Мысалы көркем әдебиетте әртүрлі кейіпкер болады. Оның көркем әдебиеттің адамның өзінің болмысы үшін бір тәрбиелейтін тұсы, сіз айтқандай бағанағы көркем әдебиетті ардыңыз дедіңіз ғой. Демек адам өзінің қандай кейіпкер деген ол өмірден алынды ғой. Қандай адамдар болады, қандай адамдар болуы мүмкін, және оларды сыни қарамай түсінуге тырысу, және көркем әдебиет арқылы кері байланыс, рефлексия беру. Мысалы соған Абай жолы романында Михайлов Абайға сен аңқаусың, сенгішсің дейді. Сол кезде Абайға бұл сын пікір бүкіл қазақ қоғамына айтылған сияқты болады. Оған Михайлов қазақ халқы аңқау, сенгіш деп тұрғандай болады да. Сосын ол ойланады, аңқаулық надандықтан ба, сенгіштік оқымағандықтан ба дейді. Бірақ Мұхтар Әуезов бұл сұраққа тікелей жауап бермейді. Көркем әдебиеттің кереметтігі осында, ол сұраққа нақты жауап бермейді. Оқырман өзі оны ары қарай саралап, пайымдап, түйінін шешеді. Ал сіздің ойыңызша, бұл сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Аңқаулық оқымағандықтан ба, сенгіштік надандықтан ба? Мен былай айтар едім, дұрыс білім міндетті түрде керек адамға. Адам білім арқылы өседі ғой, өзінің білім арқылы өседі, бірақ ол бір шектік деңгейде емес та. Адамның өмірден алатын білімі көп болу керек. Ол сенің белгілі. Өмір бақи оқу керек. Адам өмір бақи оқу керек. Мысалға, жаңағы көркем шығармаларды көп оқыған сайын сенің өмірге деген көзқарасың өзгереді. Мен 4-ші класс оқып жүргенде Абай жолы роман эпопеясының 1-ші томын бітірдім. Ол кезде менде балалық көзқарас. Ол кезде менің есімде қалған эпизодтар, Абайдың көз алдында Қодарды мен Қамқаны өлтіруі, одан кейін Абайдың Тоғжанға қолы жете алмаған тұста бір жүрегіңіздің шымыр ете қалғаны. Неге біздің қазақта, неге бұлар бір-біріне қосыла алмады? Сонда Тоғжанды атастырып қоймаса, немесе сол бір ескі салт дәстүрді бұзса болмас па еді деген сияқты менде балалық сондай көзқарас қалыптасты. Одан кейін мен оны Абай жолы роман эпопеясының 1-ші томын Казгудың филология факультетінде оқып жүрген кезде 1-ші курста оқыдым. Ол кездегі көзқарасым мүлде басқа болды. Бұл салт дәстүрді аттап кете алмайды екен ғой. Абай бұл салт дәстүрді аттап кете алмайды екен. Егер салт дәстүрді аттайтын болса, Абайдың жаңағы қазақ
халықтың салт дәстүріне деген ол көзқарасы мүлде басқаша. Абай демек өзінің ұлтын бір көкіректен тебеді екен ғой деген сияқты ой қалыптасты. Ал енді сол кезде Қодар мен Қамқаны Құнанбайдың жағынан шықтым. Дұрыс өлтіріпті. Егер де, әкесінің көзқарасымен қарадым. Егер де Құнанбай Қодар мен Қамқаға дәл сондай жаза тағайындамаған кезде, онда олардың ол мүмкін болды, араларында сондай қарым-қатынас мүмкін болмады, оны біз білмейміз. Енді бір үйде қалған атасы мен келіні ғой. Сонда мүмкін ондай жағдайлар, енді өмір болғаннан кейін өмір бар жерде өлім бар. Сондай жағдайлар кездескен кезде адамдар сондай арсыздыққа баруы мүмкін екен ғой. Демек, Құнанбай Қодар мен Қамқаға жазаны дұрыс тағайындапты ғой деген сияқты сондай көзқарас болды. Ал енді мына жердегі сенің сұрағыңа жауап беретін болсам, білім керек, білімді жан-жақтан алу керек, бірақ меніңше бұл халықтың табиғатына байланысты. Ол жердегі Михаилистің сөзі ғой, сонда меніңше ол бір халықтың табиғатына. Мына қазақ халқы өзі оқымай-ақ кәдімгі білесіңдер ғой, дала тәрбиелеген сондай көшпенділер ғой. Олардың мәдениеті сол көшіп қонып жүрген кезде қалыптасқанда, сонда олардың надандығына, олардың ерікшілдігіне бір білімнің аса қатысы жоқ, себебі олар білімді даладан алды халық. Демек, олардың табиғатында деп ойлаймын. Менде сондай көзқарас. Демек, халықтың табиғатында сондай бір аңқаулық, сенгіштік болатын болса, демек, ол әрі қарай, ұрпаққа қарай жалғасып кеткен сондай бір қазақ халқының сондай табиғаты деп ойлаймын. Әр кітапты әр жаста оқысаңыз әртүрлі қабылдайсыз. Көзқарасыңыз өзгереді. Оған деген пайымың өзгереді. Бір кітапты бір рет ғана оқып қойып, болдым демей, келесі жылы оқысаң. Әрі парақтаған сайын. Кітап деген тірі организм деген кеше оқыған болады. Кітап деген тірі организм. Оны жай ғана бір рет оқып, әдемі қылып сөреге қойып қойдан қажет жоқ. Ол жыртылу керек, ол шимайлану керек, ол ескіру керек, оның әр беті парақталу керек, сонымен өмір сүресің, сонымен ләззат аласың. Демек, кітаптың өміршеңдігі оның жаңағы сендер айтқандай парақталуында, оның жыртылуында. Егер кітап көбірек оқылатын болса, демек, ол кітаптың оқырманға берері көп деген сөз. Қайтадан айналып, сен сол жерден өзіңе жетіспеген нәрсені келіп алып жатырсың деген сөзді. Сен бір рет оқыдың, сол сенің өмір бойы есіңде қалды. Енді сен бір рухани жүдеген кезде қайтесің, қайтадан айналып келіп соғасың. Бүгінгі біздің ұрпақтың біз кітап оқу дегенді оқушыларға қажеттілік ретінде туындату керекпіз. Бір-екі рет оларды ауыздандырып қою керекпіз. Сол кезде рухы жұтаңданып, айналасынан бір жылу таппай, өзімен өзі, қазір айтамыз ғой, қазіргі тілмен айтқанда, психологиялық күйзеліске ұшырап бара жатқан кезде, ол міндетті түрде іздеп оқиды. Қазір мысалға біздің өзіміз сондаймыз ғой. Сіздің қандай сондай бір шығармаңыз бар, кейіпкеріңіз бар? Сіз құлазып, психологиялық күйзеліске түскен кезде мен өзім құлазыған кезде мен міндетті түрде Бердібек Соқпақбаевты іздеймін. Міндетті түрде кез келген шығармасын іздеймін. Әсіресе өлгендер қайтып келмейтіні. Мен өтірік айтпаймын, өлгендер қайтып келмейтіні мен 3-4 рет оқып тастадым, ол роман ғой. Одан кейін мен Дулат Исабековтың кез келген шағын әңгімесіне келе беремін. Ол сүйекші болсын, ол жаңағы пері мен періште болсын, кез келген Дулат Исабековке келе беремін. Мен осы жердегі мысалға кітапханадағы апайлар да біледі ғой. Мен келемді, жыл сайын сол кітапты алып кетемін, қайтадан алып келіп өткіземін. Келесі жылы сол кітапты өткенде ғана менде кітапханашы апай айтады, қарап отырып, Ерке, сен мына кітапты былтыр алдысың да қайтадан өткіз, тағы алып бара жатырсың ба дейді. Мен мынаның ішін 5-ке білем деймін да, бірақ маған менің жаныма керек болып тұр ол деймін. Керек болып тұр деймін да. Сонда адам рухани жүдеген кезде ол бәрібір өзіне қажетті. Сондықтан көркем әдебиеттің құндылығының өзі сода ғой. Адам ауыздану керек, балалар оқу керек, ауыздану керек, сезіну керек. Сезінген кезде ол өзіне қайтадан келіп, жаңағы дүниені іздейтін болады, іздеп жүріп оқитын болады. Мысалға мен Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасын, немесе Сайын Мұратбековтың Жабай алмасын айналып келіп оқи берем. Кейде менде мынандай ой туады. Неге мен әлі шыркөбелек айналып сол бір қасықтың айналасында неге жүрмін деп ойлаймын да, неге мен мыналардан асамайым деймін да, неге мен басқа қазір ел оқып жатқан бір психологиялық шығармаларды оқып бір жаңағы жүдеген рухыма бір нәрі алмаймын деген ой келеді маған.
ондай кітаптарды алып оқысам, мен ол жерден тек қана мынандай дүниелерді көрем. Сен өзіңнің бір күндік өміріңді ғана көресің. Ақшаңды қалай жинақтау керексің, немесе бүгін балаңа не айту керексің, бүгінгі күніңе қандай мотивация жасау керексің деген дүниелерді ғана көремді. Одан мен ешқандай азық аламаймын. Ешқандай психологиялық кітаптардан азық аламаймын. Жарайды, өмірге деген бір бағытыңды қалыптастыратын шығарсың. Бірақ ондай дүниелерді аламаймын да. Мен мейлі деймін, мейлі сол қазықтың айналасында шыр айналып жүре берейін, бірақ маған дәл қазір мысалға ұлпан керек болып тұр. Ұлпанның қалай жаңағы Есеней деген би болды, бір елді билеген би болды. Сонда соның билігін әрі қарай жалғастырып кеткен ұлпанның ақылдылығы керек маған да. Маған жаңағы бір елді басқару үшін емес, маған үйімдегі 2 баланы тәрбиелеу үшін ұлпанның тактикасы керек маған. Міндетті түрде ұлпанның тактикасы керек. Немесе Ақбілектің сондай қиын жағдайға түсіп тұрған кезде психология деген Ақбілекте жатыр. Ол психологтар жан-жақтан іздеп өзінің бір нәрселерін айтпай қойсыншы. Сол жерде Ақбілек өзінің өмірін жеңіп, соңында оқып, сондай қоғамда өмір сүре тұрып, Ақбілектің жаңағы маған деген мотивациясы керек. Ақбілек маған мотивация береді. Соны оқысам, неге мен Ақбілек сияқты бола алмасқа? Деген сияқты ойлар туады. Сонда әдебиет өте терең. Сондықтан адам меніңше енді біз оларда сол нәрсені әрі қарай халыққа ұсынып беретін сын жоқ, немесе оқитын оқырман жоқ. Сондықтан да жаңағы бүркеніп қалып жатқандар содан. Бар ғой, мысалға мықты жазушылар бар, шығарайын десе ақшасы жоқ. Ақшасы жоқ, соған келіп тіреледі. Сонда жақсы жаңағы ұлпан, Ақбілек демекші, осы қазақ әдебиетін практикасақ негізі талай арудың тағдырын кездесеміз. Тек бір ару емес. Олардың сұлулығы бар, сезімі бар, арманы бар, бірақ бәрінің соңы мұңды. Не себепті мұңды, және бұл көркемдік па, әлде бұл шындық па, сол қоғамның шындығы? Сол замандағы 20 ғасырда қалай ойлайсыз? Енді бұған біз былай келсек болады ғой. Өзі қазақ ер баладан гөрі қыз баланы кішкене бір саты төмен ұстады. Бірінші қыз бала, ол қыздың өмірге келуінен ақ білеміз да. Егер де ұл бала дүниеге келетін болса, сол отбасындағы қуаныш, мәре-сәре той, ұлан асыр той. Ал енді қыз бала кейде бір қатарынан 2 қыз дүниеге келетін болса, біздің қазақтың ер азаматтарының бір жаңағы психологиялық тұрғыдан күйреп, менің әрі қарай ошағымның оты жанбай қалатын болды ау деген сияқты сондай ойларын біз білеміз, ол былай әлі де бар бізде. Әлі де бар. Мына ұл баланың орны әрі қарай сол қара шаңырақтың отын түтету үшін, өшірмеу үшін, ұрпағын жалғастыру үшін. Енді бірақ бұл жердің өзінде бұл кез келген елдерде жоқ қой, біздің қазақ халқының өзіне тән ерекшелігі. Ал енді бұл жердегі жаңағы әйелдердің тағдыры неге мұңды, бұл қоғамның шындығы ма деген кезде, бұл біріншіден қоғамның шындығы. Сол кездегі мысалға 20 ғасырдағы, одан бұрынғы ғасырларда, ол енді 20 ғасырда көрініс тапты ғой бізде сондай шығармалар арқылы. Оны көрініс тапқан себебі неде? Олар сол шығармаларды жазу арқылы, мысалға Бақытсыз жамалды Міржақып Дулатов ең алғашқы қазақтың романы. Осы жерде Жамал күресті, махаббатымен күресті, Ғалимен қашып кетті Жамал. Амал жоқ, тағдырдың ісі, Ғали жаңағы аз уақыттың ішінде қайтыс болды да, Жамал амал жоқтан қайтадан кімге? Жұманға тиюіне тура келді. Бұл жерде не? Бұл өмірде болған, бұл қоғамның шындығы, бұл сол кездегі 20 ғасырдағы әйелдердің өте төмендеп бара жатқанын, мына біздің бұл шығармалардың шығу себебі мынандай ғой, әйелдің рөлін жоғары қою. Соны қоғамға көрсете отырып, жете түсіндіре отырып, жаңағы Жамалдың мұңды тағдырын, немесе Ақбілектің қаншама сондай қорлыққа түсіп қалғанын. Кез келген әке мысалға өзінің қызының ондай тағдырының болғанын қаламайды ғой, сонда соншалықты мысалға Шұғаның әкесі Есімбек
неге Әбдірахманға қаталдық жасады, соңында ол қызы жаңағындай ауруға шалдыққан кезде амал жоқ, Әбдірахманға қосуына тура келді деген сияқты. Бұл жерде Шұғаның тағдыры бар, бұл жерде Ұлпанның тағдыры бар, Ақбілектің тағдыры бар, Дулат Исабековтың, Салтанаттың тағдыры бар, иә. Бұлардың бұл енді Гауһартас 20 ғасырдың екінші жартысында да сонда көрдіңіздер ме? Сонда бұл қоғамның шындығы, мұндай қоғам біздің қазақтың, демек бұл бізде бір дәстүр ретінде қалыптасып кеткен ғой. Кәдімгі қыз бала отбасында қыз бала дүниеге келсе, демек ол жерге өзі адам пендешілік қой, дүние келеді, мал келеді, иә. Сонда сол қызды, иә, сол қызды қалың малға сатамын, қыз менің байлығым деп қабылдатты. Бұлардың бәрі менің инвестиция. Отбасында қыз бала дүниеге келсе, оны сол кездегі ата-аналар демек бұл біздің инвестициямыз деп қабылдатты. Ол өзінің сол қызбен кете өсіп келе жатқан соның алдындағы ағасына немесе артындағы інісіне сол қыздың келген қалың малын соған жаратып берді мысалға да. Бұл енді бұл мынандай қоғамның бір дерті болған ғой, қоғамның дерті болған бұл. Енді бұл шығармаларды сол кезде қоғам түзелсін деген мақсатпен жазған. Бұл қоғамның ащы шындығы болған. Бұл ешқандай қиял емес, қиялдан туған кейіпкерлер емес. Бұлар өмірде болған, өмірде шынайы кейіпкерлер, шынайы болған оқиғалар. Сондықтан бұлардың бәрінің, мына біздің жазушылардың бәрі мына әйел тағдырын, сондай мұңды әйелдердің тағдыры, неге әйелдердің тағдыры мұңды, неге ол әйелдер өзіне қол жеткізе алмады деген кезде, қазақ қызын оқытқан жоқ қой? Оқытқан жоқ қызын. Мысалға Жамалдың өзі жұманнан қашып бара жатқан кезде айтты ғой, мен біреудің самаурынын қайнатсам да күнімді көрермін, бастысы осы ауылдан кетсем болды. Кетсем болды, мен біреудің самаурынын қайнатсам да әрі қарай күнімді көрермін деп. Сонда қызды оқуға лайық емес. Қыз өсу керек, ата-анасын ұятқа қалдырмай, оң жақта отырып қалмай, ол басқа біреудің, ол бәрібір басқа жаққа кетеді, басқа елдің адамы. Ол ертерек барып сол өрге сіңу керек, соның ұрпағын әрі қарай жалғастыру керек. Басқа миссия жоқ. Басқа миссия жоқ қыз балада. Қыз балада басқа миссия болмады. Әйелсіз емес, ол үндемей тұрып ұлтты тәрбиеледі дейді. Дәл қазір соның осы әдеби шығармалар бізде дәлелі деп ойлаймын мен. Және сізге бір сұрақ, қазіргі қазақ әйелі дәстүр мен заманауилықтың қай тұсында тұр? Қазіргі қазақ әйелі. Қазіргі қазақ әйелі дәстүр мен заманауилықтың, заманауи дейміз ғой, соның қай тұсында тұр? Заманауилықтың тұсында тұр. Заманауилықтың тұсында тұр қазіргі біздің қазақтың әйелдері. Мына жерде өзі қарама-қайшылық деген нәрсе туындайды, қыздар. Мына кезінде Жамалдың тағдыры неге ондай болды, неге біздің қазақта сондай болды деген кезде көрдіңдер ма? Сондай қыздар Абайды шығарды. Жаңағы біздің мықты-мықтылардың өзі сондай қыздардан шықты. Анау Әуезовтің сөзі бар ғой, әкең қанша жерден ғалым болса да, сен тәрбиені тездеттіріп жүрген анаңнан аласың деген, Сонда ол өзінің анасынан тәрбиені ұл бала болсын, қыз бала болсын, отбасын, ұлтты тәрбиелейтін әйел адам ғой. Сонда мына жердегі біздің қарама-қайшылық. Біздің әйелдер, енді қайттық біз жаңағы әйелдердің 20 ғасырдың басындағы, сондай 20 ғасырдағы әйелдерді оқыттық. Ол ең бірінші көрінісі Бейімбет Майлиннің Раушан коммунистінде бар. Раушан коммунист, Раушан коммунисте бар. Раушанды кәдімгі кеңес үкіметінен келеді, олар содан Раушанның қолына билікті береді, Раушанды оқытады, анда жібереді, мында жібереді, Раушан хат таниды. Содан енді пендешілік қой, Раушан не істейді? Раушан өзінің оқығандығын кішкене пайдаланады ғой ол жерде. Раушан өзінің отбасына қарамайды. Қарамайды, оған бастысы ана мемлекеттің жұмысы болса болды. Ол қайда бар десе де бара береді. Раушан қайда оны жібереді, қандай мақсатпен жіберіп жатыр, Раушанның ода шаруасы жоқ. Бастысы ол мен коммунистпін, мемлекеттің адамымын, сондай, мен кеңес үкіметінің сондай әйелімін дейді да, ол өзінің не істеп жүргенін Раушан коммунист ол білмейді. Осы жерде Бейімбет Майлиннің кәдімгі ирониясы ғой. Ананы бір күлкілі ете отырып, ананың астындағы әйел өзін таппай қалды. Қазір бізде сондай ғой, әйелдер өзіміз таппай қалдық. Біз бастысы жұмысқа барсақ, ақша тапсақ, бала шағамызды бақсақ деген ғана миссияда өмір сүріп жүрміз да. Ал енді қандай болу керек, болмысы қандай деген. Әйелдің болмысы қандай? Біз
біз бәрібір өзіміздің ұлттық дәстүрімізден ажырамау керекпіз. Себебі әр ұлттың өзіне тән ерекшелігі көрініп, ұлт өзін биік дәрежеге көтеріп жатқан кезде біздің мына төменде қалып қалуымыздың себебі біз өзімізді жоғалтып алдық. Бұл жерде жоғалтып алған кім? Бұл жерде жоғалтып алған ер адамдар емес, бұл жерде әйел өзін жоғалтып алды. Ер адамдармен теңестірді. Бірінші әйелді, бірінші әйел былай тұрған, содан бүйтіп ер адаммен теңесті да енді ол қайтты. Мысалға, қазір бірінші үйде кім машинаны алады? Әйел адам алады, айдап алады, ол күйеуі жаяу жүр ма, ол қызықтырмайды, бастысы әйел жұмыс істеп жатыр, ол сол жерде әйел жүру керек, Ал енді оны отбасында көріп отырған қыз балаларды білмеймін, ұл баланың ертең ұл балада сол өзінің отбасында солай өсетін біздің әйелдер түсініп отыр ма, түсінбей отыр ма, мен оны білмеймін. Ертең өзінің ұлы дәл сол әйелінің астыңғы жағында өмір сүретін ұлды тәрбиелеп отыр ғой біздің әйелдер. Себебі ол өзін, ол ойлап отыр қазір, мен өзімнің жаңағы отбасымда билігім күшті деп ойлап отыр, бірақ ертең уақыт өте келе, оның өзінің ұлының отбасындағы дәрежесінің төмендегенін ойлап отырған жоқ. Соған қарағанда бүгінгі таңдағы әйелдер заманауилыққа қарай бет бұрып бара жатырмыз, және де біз өзімізді жоғалтып алып жатырмыз. Бүгінгі таңда ғана кейде бір жоғалтқанды сақтау керек. Сол кезде бізде мына дәстүрден ажырамау керек. Біз не дейді, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дей ма? Сонда біз еркектің мынандай рөлін жоғалтып алмау керекпіз. Егер біз еркектің рөлі жоғала беретін болса, онда біз ұлт ретінде ақырындап жойыла береміз. Ұлт ретінде ақырындап жойыла береміз. Мысалға басқа мемлекеттің азаматына күйеуге шығып кету деген нәрсенің бәрі ұлттың ақырындап жойылуы ғой. Сен басқа, мысалға арабтың баласын тәрбиелеп жатырсың, немесе үндістің баласын тәрбиелеп жатырсың деген сияқты. Оның ертең ажырамау, алыстап кете алмаймыз. Бірақ енді, бұл жерде мен әйелдерді бір төмендету емес, керісінше бір әйелдер ойлану керек. Жаңағы шығармаларды оқи отырып, әйел адам ойлану керек. Біз кезінде қалай едік, қазір қандаймыз деген екі көзқарасты қалыптастыру керек та, соның ортасын ұстау керек қой, әйел адам. Сондықтан жақсы еді. Бір сұрақ менде. Ерке апайдың бала кездегі арманы қандай? Ерке апайдың бала кездегі арманы, қазір мен айтсам бір ащы шындықты айтып қоямын. Менің бала кездегі, ең бірінші бала кездегі арманым менің дәрігер болу еді. Себебі мен үйде жаңағы мен өзі апамның қызы болдым. Апам енді кәріліктен, қазір ойласам, кәріліктен ауырып қалады екен. Сонда апамды емдеу үшін мен дәрігер болу керекпін. Апам менің қасымда жүру керек деген сондай енді балалық арман ғой. Мен дәрігер болу керекпін деп, апам басым ауырып десе, мен үйде мен ғана дәрі беретінмін да. Сонда мен сенің қолыңнан дәрі ішсем, мен жазып кетемін дегенде, апамның сол сөзі маған мотивация болды дәрігер болуға. Содан мен мектепке келдім, оқып жүрдік. Енді бір сондай бір құлдырау заманында мұғалімдердің, бұл енді ащы шындық, мұғалімдердің өте бір әсіресе сол кездегі әйел мұғалімдер өздерін қатты жоғалтып алды ғой. Көбісі ішкілікке салынып кетті. Сонда менде химия, биология, физика деген пәндерді біз мектептің кезінде мен 5-ке бітірдім, бірақ ол 5-тер менің өтірік 5-тер болды. Себебі мұғалім бізге сабақ өткен жоқ. Мен мысалға формулаларды білмеймін, немесе бір химиялық элементтерді жаттаған жоқпын. Өз бетімізше ғана біз, сол кездегі балалар өз бетімізше ғана оқытса екен деп күтіп отыратынбыз, бірақ апайларың келмейді, апайларың үйінде маш жатыр екен деген кезде біз ту деп қынжылатынбыз. Шіркін-ай, соны келіп оқытқандағы. Сонда менде биология мен химиядан білімім жеткіліксіз болды. Одан менің бірте-бірте өше берді. Жоқ, егер мен білмей тұрмын ғой, мен мектепте фундамент жоқ, менде база жоқ, әрі қарай оқи алмайтыныма көзім жетті. Сосын мен журналист болам деген арман пайда болды. Мен журналист болам деген арман пайда болды. Сөйтті де анасы деген өз таза қазақи арна ғой. Сол кезде оның тілінің тазалығы ұнаған ғой. Режиссерларға, жаңағы сол саладағы адамдарға. Сонда, барғанда айтқан ғой Ернұрға,
тілің қандай таза деген ғой. Сен қай жақтан келдің, енді ол қаланың түбінде ғой, мысалға біздің тұрып жатқан жеріміз. Бұл жерде әртүрлі тілді араластырып балалар сөйлей береді, әсіресе орыс тілін араластырып. Сонда Ернұр айтқан, мен осындай жақтан келдім дегенде тілің таза екен деген ғой, сен бізге жұмысқа қабылданасың деп. Сол кезде сондай Ернұрдан сондай алғыс естігемін. Сіздің сондай талабыңыздың арқасында, мен тілімді таза сақтағанымның арқасында, мен сондай, өзімнің арманыма қол жеткіздім. Мен осындай медиа саласына келдім. Мен журналист болам деген арманымның бір жаңағы ұшына сіздің сондай тіл тазалығын сақта деген сөзіңіз әсер етті деген сондай алғысты алғанмын. Қазақстан ұлттық арнасында Астанада ол репортер болып жұмыс істеп жүр. Енді одан кейін де мысалға оқушылар болды ғой, филология факультетіне де кеткен. Енді ол оқушылар айтады, апай, сіздің ана айтқаныңыз дұрыс екен, мына айтқаныңыз дұрыс екен, рахмет сізге деп. Мына менің өзім 2004 жылғы бітірген түлектердің ішінде Рамазан деген балам болды. Талғардың сыртыға оқуға түсті, автомеханикта. Енді автомеханикаға қазақ тілінің аса бір қажеті жоқ. Содан айтады, бір күні, бірінші курсының ортасында ма келіп маған айтады, апай, сізге рахмет дейді. Кезінде қызбалағып диктантымды тексергеніңіздің арқасында мен деген сауатты жазады екен ғой дейді да, ана жерде жазғызбеді, ағай мақтады, мектептегі қазақ тілі мен әдебиеттен сабақ берген мұғаліміңе рахмет айт деп айтты. Мынау сол кісінің жетістігі деп айтты. Апай, сізге рахмет деп маған. Одан кейін ол бала мен мектепке қайта бір алғысын айтып, іздеп келе берді, әрі класс жетекшісі ретінде, әрі сондай бір ықпалым ретінде ме білмедім енді. Сөйтіп іздеп келе береді, әр келген сайын жаңағы асханаға апарады, маған тамақ әпереді, немесе бір шоколадын көтере келеді деген сияқты да. Апай, мына менің сізге алғысым дейді. Сонда мен басында ойладым, автомеханик болу үшін менің қандай ықпалым тиді екен бұған деген кезде жаңағы колледждағы мұғалім айтқан ғой, ана бүкіл 28 өңкей еркек балалар екен, соларға дәптерін көрсетіп тұрып, қараңдаршы Рамазанның деген кезде. Рамазан, мен өзім талып түсе сақтадым дейді, ал мен мектепте дейді, сізден ондай алғысты естімедім ғой дейді. Қажам болса, Рамазан деп мен төмпештеуші едіңіз ғой дейді. Сол кезде мен барып кәдімгі жылағым келді, апай дейді, сізге рахмет деп тұрып. Сондай енді бар енді, мен бүкіл оқушының алғысына қалдым демесең де, арасында кейде бір, ол әр жаңағы мұғалімде бар деп ойлаймын. Ол мұғалімдік бөлек ұстаздық бөлек қой. Мысалға мен өзімді біреуге, мені мойындаған адамға ғана мен ұстазбын, ал мен өзімді ешқашан ұстазбын деп санамаймын. Мен мұғаліммін, мен қатардағы жай мұғаліммін. Ал енді кім маған алғысын айтып жатса, демек мен оған ұстазбын деген сөз. Яғни осындай шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Рахмет. Бізге деген осы көңілімізді қалдырмай келгеніңізге көп рахмет. Ой бөліскеніңізге, пікір алмасып, өзіңіздің құнды ақпараттармен бөліскеніңізге көп рахмет. Өзіңіздің бізге деген бір тілегіңіз болса, немесе ойыңыз. Рахмет. Мен мына нәрсені естіген кезде шын мәнінде бір қарапайым ғана мектептен осындай бір креативті көзқарасты қыздардың осындай жобасын естіген кезде шын мәнінде қуандым. Одан кейін енді басында ой болды, қалай болар екен деген сияқты, бірақ өткенде жаңағы Әли апаймен сұхбаттарыңызды көрген кезде, мен шынымен мына жерде креатив бар ғой, мына жерде өмірге құштар қыздар бар ғой, мына жерде біздің бір қалыптасып қалған заңдылығымыздан шыға алатын батыл қыздар бар екен ғой деген жаңағындай ой болды да. Содан кейін мен осыған келісуімнің өзі де сондай. Енді осындай жұмыстарыңда қыздар сендерге сәттілік тілеймін. Ол кез келген адам мынандай қарбалас өмірде аз уақыттың ішінде жүріп мұндай нәрсеге үлгеру деген үлкен жетістік. Сондықтан болашақтағы жетістіктерің көп болсын, еңбектеріңнің жемісін көріңдер. Сендердің дәл осылай еңбектеніп жатқан осы еңбектерің сендерге тек қана жемісін берсін. Үйдегі бала шағаларың, отбасыларың аман болсын. Сол сендерге үлкен бір шығармашылық табыс тілеймін, сәттілік сендерге. Осымен біздің екінші шығарылым аяқталды. Алда тағы да құрметті, қызықты қонақтарымыз болады деген үміттеміз. Ерке апай, сізге мың рахмет, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.